Қайырлы күн, қымбатты телекөрермендер. Тікелей эфирде әдеттегідей таланттайын бағдарламасы өз шығарылымын бастайды. Сіздермен бірге әдеттегідей мен Бауыржан Бөгенбай. Сонымен, бүгінгі шығарылымда жеңімпазды бірге анықтауға тырысайық. Ол үшін бізге хабарлассаңыздар жеткілікті 874-54-39-04 желісі. Бәлкім бүгінгі шығарылымда сіз жеңімпаз атанарсыз. Неліктен бағыңызды сынап көрмеске. Отаутып арқылы барша қазақстандықтар атсалысалады, ал Қостанай TV.kz сайт арқылы Қостанай арнасын онлайн тамашалау мүмкіндігі бар екенде естеріңізге саламыз. Жеңіске бірге жетейік, қапы қалмаңыздар, хабарласамыз. Ал шығарылымды тамаша әнмен бастасақ. Елестей бердім, неге мен елеске сендім. Өмірімде де жоқсың, түсімде де жоқсың, неге? Жүрегім аңсайды сені, көзіме бір көрін енді. Сенсіз жанымдамын, сенен сұрынамын, келші. Көңіліме сұрғыз келді, өмірімнің бәрі өзгерді. Айтшы не қылам, айтшы не қылам. Көңіліме сұрғыз келді, өмірімнің бәрі өзгерді. Айтшы не қылам, не қылам. Қинама мені, қинама. Жетеді енді болды. Мені қинама. Жүрегім сенсіз тоңды жаным. Кел жаным. Жаныма кел жаным. Жұмбақсың маған, сағымдарға қол бұлғаған. Сен жұбағыла, келші жаныма енді. Көңіліме сұрғыз келді, өмірімнің бәрі өзгерді. Айтшы не қылам, айтшы не қылам. Көңіліме сұрғыз келді, өмірімнің бәрі өзгерді. Айтшы не қылам, не қылам. Қинама мені, қинама. Жетеді енді болды. Мені қинама. Жүрегім сенсіз тоңды жаным. Кел жаным. Жаныма кел жаным. Жаныма кел жаным. Қинама мені, қинама. Жетеді енді болды. Мені қинама. Жүрегім сенсіз тоңды. Қинама. Жетеді енді болды. Мені қинама. Жүрегім сенсіз тоңды жаным. Кел жаным. Жаныма кел жаным. Ал біз, қымбатты телекөрермендер, таланттайын бағдарламасын әрі қарай жалғаймыз. 54-39-04 желісі байланысқа шыққан алғашқы көрерменде бар. Қабыл алайық, қайырлы күн.
саламатсыз ба? Сәлеметсіз, есіміңіз? Ақтөбе қаласы Мұғалжар ауданы Қандағаш, атым Мирагүл. Мирагүл, қандай ұяшықты таңдайсыз? Сәрсенбінің сәтіне бүгін 3-ші күн ғой, 3-ші Ұяшықты таңдайсыз. Бәрекелді, сәттілік тілейміз. 3-ші ұяшықтың тапсырмасын көрейік. Қай фильмнен үзінді? Экранға назар аударыңыз, қараңыз, одан кейін біз сізден жауапты күтеміз. Фильм кейіпкерінің өзінің балалық шағын еске алып жатырған сәті бейнеленді экранда. Бұл қандай кинофильм болуы мүмкін? Екінші мүмкіндік бола ма? Әрине, экранға назар аударыңыз, қазақ елінің біртуар тұлғасына арналған фильм. Сонымен жауап? Жауап жоқ, білмейміз. Ешқандай жауапты ұсынбайсыз. Жақсы. Атсалысқанның үшін алғысымызды білдіреміз, ардақты телекөрермендер. Ал біз ары қарай жалғаймыз. Бұл қандай кинофильмнен алынған үзінді болуы мүмкін? Жоғарыда 2 мәрте көрсетті. Көрерменіміз қос бірдей мүмкіндікті қолданды. Дегенмен де дәл жауапты біз ести алған жоқпыз. Бәлкім сіз қараған шығарсыз бұл туындыны. Олай болса, асыға қоңырау шалып, өз ойыңызды ортаға салыңыз, сіздің жауабыңызды тыңдап көрейік. Тіпті кез келген өзге ұяшықты таңдау мүмкіндігі де сіздерде бар. 8714-254-3904 желісі. Хабарласамыз, айтатын ойыңыз, қосатын пікірлеріңіз болса да құбаламыз. Кез келген ұяшық 1 мен 20-ның аралығында. Қайсына тоқталасыз, соның тапсырмасын бірге анықтайтын боламыз. 3 кезеңді бірдей қатарынан бағындырып берген көрермен ғана жеңімпаз атаналады. Олай болса, бағыңызды сынап көріңіз, және де дұрыс жауаптарды бірге іздеп көрейік. Бәлкім жеңімпаз атанып қаларсыз, неліктен тырысып көрмеске. Отауту арқылы барша қазақстандықтар атсалыса алады, және де облысымыздың да түкпір-түкпірінен көрермендеріміз қоңырау шалып атсалыса алады. Жеңімпазды бірге анықтайық. Әрине, ел іші, өнер кеніші, жеңімпаздар да елдің ішінен шығады. Иә, тек қана сіздер анықтай аласыздар. Ойын алаңы, ой алаңы, кім бүгін шапшандық танытады, ұшқыр қиялы кімде басымырақ, әрине сол көрермендеріміз жеңімпаз бола алады. Бірақ дегенмен де баршаларыңызға бірдей қараймыз, тек қана дұрыс жауаптарды сіздерден күтеміз. Бәлкім бүгінгі тапсырмалар сіздерге еш қиындық тудыра қоймас. Қай ұяшыққа тоқталасыз, соның сұрағын бірге анықтайтын боламыз. Жоғарыда бір ғана ұяшық қазір анықталды, ол 3-ші ұяшық болатын тұғын, дегенмен де 3 күшке түскен сыңайлы көрерменіміз дәл жауапты ұсына алған жоқ. Сіздер де тамашаладыңыздар, ол қандай кинофильмнен алынған үзінді болуы мүмкін. 3-ші ұяшықтың сұрағын тағы да бір мәрте экранға шығарамыз, қарайық. Бұл қандай кинофильмнен алынған үзінді? Сонымен бұл қандай фильмнен алынған үзінді болуы мүмкін? Қымбатты телекөрермендер, 3-ші ұяшықтың сұрағын 300 жабылып баршамыз жауап бере аламыз.
Сіздердің баршаларыңызды тыңдауға әзірміз. Қайталап айтамыз, 8742 543904 желісі экранның төменгі жағында да байланыс желіміз арнайы көрсетілген. Бір қоңырау шалғанда бірден байланысқа шығуы кейде қиындық тудырып жатады. Сондықтан да қайтадан байланысқа шығып көріңіз. Өйткені бір нүктеге бірнеше жерден қоңырау түскенде сәл қиындық тудыруы мүмкін. Кезекті қоңырау бар. Қайырлы күн. Сіз тікелей эфирдесіз, есіміңіз? Қай жақтан хабарласып тұрсыз? Байланыс үзілген дейді. Олай болса, қайтадан байланысқа шығуға тырысып көріңіздер. Ешқандай техникалық ақау жоқ. Барша қоңырауларды қабылдайтын боламыз. Ал қазір тамаша бір әнге кезек берсек. Еркекпін мен, тек бір сөйлеп шулқынатын еркекпін мен. Бір ғасырда бір туатын еркекпін мен. Жауға сырын айтпай тұғын, айтқанынан қайтпай тұғын еркекпін. Тастан соққан біздің үй, зәулім алтын хан сарайда біреу бар, ол ханшадай. Әкем жүрген еркекше, мен де жүрем дәл солай. Еркек туар еркектен, заң солай. Еркекпін мен, қазағыма қорған болған еркекпін мен. Сұлуларға арман болған еркекпін мен. Аруларды биік етер, тек бір қызды сүйіп өтер еркекпін. Тастан соққан біздің үй, зәулім алтын хан сарайда біреу бар, ол ханшадай. Әкем жүрген еркекше, мен де жүрем дәл солай. Еркек туар еркектен, заң солай. Еркекпін мен, қайғы мұңға берілмейтін еркекпін мен. Артқа қарай шегінбейтін еркекпін мен. Елім дейтін, жерім дейтін, ешқашанда шегінбейтін еркекпін. Тастан соққан біздің үй, зәулім алтын хан сарайда біреу бар, ол ханшадай. Әкем жүрген еркекше, мен де жүрем дәл солай. Еркек туар еркектен, заң солай. Тастан соққан біздің үй, зәулім алтын хан сарайда біреу бар, ол ханшадай. Әкем жүрген еркекше, мен де жүрем дәл солай. Еркек туар еркектен, заң солай. Ардақты телекөрермендер, дәл осындай көңіл күйде таланттайым бағдарламасы таланттыларды іздеуді әрі қарай жалғастырады. Бірнеше көрерменіміз байланысқа шығуға тырысты, дегенмен де белгісіз себептермен қоңырау қайта үзілуде. Әйткенмен де біз
Әлі де болса байланысқа шығатын көрермендерімізді көтеміз. 8-742-54-39-04 желісі хабарласамыз, атсалысамыз, өз біліктілігімізді сынға салайық. Бәлкім бүгінгі шығарылымда жеңімпаз атанып қаларсыз. Оны әрине ұяшықты таңдау барысында бірге анықтайтын боламыз. Талант тап байқауы, талант тауымның тайымның ойлан тап байқауы әрине 3 кезеңді бағындыруға тиіссіздер. Осы 3 кезеңнен сүрінбей өткен көрермен ғана жеңімпаз атану бақытына ие болады. Ал бүгін алдыңыздан қандай сұрақтар шығады, қандай сұрақтарды бағындыру керексіз, оны сіздің таңдауыңыз ғана анықтайды. Өйткені әр ұяшықтың өзіндік қыры бар, өзіндік сыры бар. Жоғарыда 3-ші ұяшықтың тапсырмасы анықталды, қандай кинофильмнен алынған үзінді болатындығын, оны көрермендеріміз әзірге ойластыруда. Дегенмен де біз қазір дұрыс жауапты әзірге ести алған жоқпыз. Сондай-ақ өзге ұяшықтардың барлығы да ұтыста, яғни бұларды таңдау мүмкіндігі әлі де болса бар. Соның ішінде 3-ші ұяшықта сұрақ белгісі тұр, оны да әлі таңдауға болады. Қай ұяшыққа тоқталасыз, соның сұрағын ұсынамыз. Ол шетелдік әншілердің репертуары болуы мүмкін, отандық әншілердің әндері жасырылуы мүмкін. Мәңгілік сарын, яғни күйлер жасырылады. До-ре-ми, классикалық туындылар жасырылады шетелдік. Тағысын сондай, ол викториналық сұрақтары болуы мүмкін, жұмбақ болуы мүмкін, мақалды толықтыру керек болуыңыз мүмкін. Қайсы сіздің алдыңыздан шығады? Оны таңдау барысында анықтаймыз, сондықтан да ұяшық таңдауда да мұқият болыңыздар. Ой мен ойынның алаңы, дегенмен де ойын баласының алаңы емес, сондықтан да ересек көрермендердің ғана қоңыраулары қабылданатын болады. Осыны да есте сақтасаңыздар. Қайталап айтамыз, 8-742-54-39-04 желісі. Техникалық ақаулар қазір қарастырылуда, байланыстың неліктен үзілуі барлығы да анықталуда. Сондықтан да қымбатты телекөрермендер, әлі де болса хабарласып көріңіздер, бәлкім жүздеген, мыңдаған көрерменнің ішінен сіздің қоңырауыңыз байланысқа шығуға мүмкіндік тудырар. Экранның төменгі жағында да байланыс желіміз арнайы көрсетілген. Отауту арқылы барша қазақстандықтар атсалысалатынын есте сақтаңыздар. Облысымыздың да түкпір-түкпірінен, елді мекендерден, ауылдардан, қалалардан көрермендер атсалысалады. Ал Қостанай TV.kz сайт арқылы онлайн тамашалау мүмкіндігі де бар. Ал біз қазір байланыстың неліктен шықпай жатқандығын анықтау барысында тамаша әнге кезекті берсек. Сен де еттің басқаға, мен де еттім ай. Арқалап ап сен бөлек, мен бөлек мұң. Сен басқа мен емдейсің жан жараңды, мен басқа мен жарамды емдемекпін. Өшкен үміт жалт етіп жан бастағы, шырқатылмас сезімнің алғашқаны. Сен басқаны ойлайсың, бұдан бұлай ойлаймын мен басқаны. Өшкен үміт жалт етіп жан бастағы, шырқатылмас сезімнің алғашқаны. Сен басқаны ойлайсың, бұдан бұлай ойлаймын мен басқаны. Басқаға жаным деп еркелейсің, мен басқаны жаным деп еркелетем. Өшкен үміт жалт етіп жан бастағы, шырқатылмас сезімнің алғашқаны. Сен басқаны ойлайсың, бұдан бұлай ойлаймын мен басқаны. Өшкен үміт жалт етіп жан бастағы, шырқатылмас сезімнің алғашқаны. Сен басқаны ойлайсың, бұдан бұлай ойлаймын мен басқаны. Сыңарысың сен басқаның, шырағысың сен басқаның. Қошаман бол қонбас бағым,
қайта айналып қолыма. Өшкен үміт жалт етіп жанбастағы, шырқатылмас сезімнің алғашқы әні. Сен басқаны ойлайсың бұдан бұлай ойлаймын мен басқаны. Өшкен үміт жалт етіп жанбастағы, шырқатылмас сезімнің алғашқы әні. Сен басқаны ойлайсың бұдан бұлай ойлаймын мен басқаны. Бәрекелді, қымбатты телекөрермендер, бізге байланысқа шыға алған көрермен бар екен. Қайырлы күн. Алло. Есіміңіз? Саламатсыз, есімім Камшат. Камшат, қай жақтан хабарласып тұрмыз? Арқалық қаласынан. Арқалық қаласы. Қандай яшық таңдайсыз? 11-ші яшық. 11-ші яшық таңдалды. Тапсырмасы. Есте қалар ескі әндер. Тыңдаймыз. Бұл қандай ән болуы мүмкін? Жауап. Тағы бір мүмкіндікті пайдалансам бола ма? Бар, екінші мүмкіндігіңіз бар, тыңдаймыз. Жауап. Қандай жауапты ұсынасыз? Бәлкім. Кекілді қыз болуы мүмкін деп ойлаймын. Бірақ? Уверен емеспін. Енді қай жауапты ұсынасыз? Сонымен соңғар нақты жауабыңыз. Сол жаңа айтқан кекілді қыз қабылдап көріңіз. Әннің мәтіні есіңізде бар ма? Кекілді қыз қаладым. Жоқ. Есімде жоқ, бірақ музыкасы. Кекілді қыз қаладым сені, бақытыма баладым сені. Деп ойлаймын. Деп ойлайсыз, экранға назар аударайық олай болса. Сырым Исабаевтың орындауында тыңдадық «Кекілді қыз» әні. Құттықтаймыз. Дәл таптыңыз. Сонымен арғадай жалғаймыз, қандай яшық? 9-ші яшықты таңдап. 9-ші яшық таңдалды, тапсырмасы. Қай әннің мәтіні? Экранға шықты мінекей. Шығыстың төрінде, күлімдеп көгімде, күн сүйген дидарың. Туған жер тұғырлы қырыңнан гүліңді жинадым. Алыстап кетсем де, сыр қалған көп сенде, сағындым, қимадым. Жауап. Сәл ойланып алайын.
Қайталап оқып беремін. Шығыстың төрінде, күлімде, көгімде күн сүйген дидарың. Туған жер тұғырлы қырыңнан гүліңді жинадым. Алыстап кетсем де, сыр қалған көп сенде. Сағындым, қимадым. Жауап. Мүмкін туған жерге арналған шығады деп ойлаймын. Енді туған жерге арналғандығы анық, бұл жерде әншінің есімін айту керек. Нақты жауап болу үшін. Әншінің есімі. Қай әншінің репертуарынан алынған ән болуы мүмкін деп ойлайсыз? Өйткені туған жер тұрғысында туған жер деп аталынатын ән де көп. Әншінің атын атап беру керек па? Иә, сонымен жауап. Жауап жоқ. Жауап жоқ. Жақсы атсалысқаның үшін алғысымызды білдіреміз. Қымбатты телекөрермендер, сонымен бағытын анықтадық. Туған жерге арналған әндердің бірі, авторы, яғни бұл әнді орындайтын кім болуы мүмкін? Шығыстың төрінде, күлімдеп көгімде, күн сүйген дидарың. Туған жер тұғырлы, қырыңнан гүліңді жинадым. Алыстап кетсем де, сыр қалған көп сенде, сағындым, қимадым. Бұл қай әннен алынған мәтін болуы мүмкін? Кезекті қоңырау бар, қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Есіміңіз? Олжан. Олжан, қай жақтан хабарласып тұрмыз? Қостанай облысы Жангелді ауданы. Нақтырақ? Жангелді ауданы, Торғай селосы. Қандай яшық таңдайсыз? 18 яшық. Тапсырмасы. Бұл ән, тыңдаймыз, бұл қандай ән болуы мүмкін? Қай әнші орындайтын ән? Жауап? Жауап. Екінші мәрте бола ма? Жақсы, тыңдаңыз. Екінші мәрте. Соне жауап болса айта берсеңіз болады. Қалай ойлайсыз? Жауап жоқ. Жауап жоқ. Жақсы, атсалысқаның үшін алғысымызды білдіреміз. Жауап жоқ болса, басында айтуға да болады. Өйткені егерде дәл жауапты ұсына алмаған жағдайда өзге көрермендеріміз бұл ұяшықты бағындыруға тырыса алады. Сондықтан да басқа да көрермендеріміздің уақытына құрметпен қарайық. 8742 54 39 04 желісі. Қымбатты телекөрермендер, сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл қандай әншінің репертуарынан алынған ән болуы ықтимал? Кезекті қоңырау бар, қайырлы күн. Есіміңіз? Қай жақтан хабарласып тұрсыз? Саламатсыз, Қостанай облысы Жангелді ауданы, Торғай селосы. Қандай яшық таңдайсыз? Жана 18. 18-ші яшық. Есіміңіз қалай? Есімім Бауыржан. Бауыржан мырза, қош көрдік. Сонымен тыңдаймыз. Бұл қай әншінің репертуарынан алынған ән болуы мүмкін? Жауап. Әбдіжаппар Әлқожа, Мәжнүн. Сонымен 18-ші яшық. Әбдіжаппар Әлқожаның өлеңінде Мәжнүн. Солай деп ойлайсыз? Қабылдайық па? Соңғы нақты жауабыңыз осы ма? Бұл бізде? Иә, қабылдаңыз. 18-ші яшық. Қабылдадық, тыңдайық. Дәл осылай болатынын
теңі жоқ өзгерген тірімін мен тірімін өкінетін мәжін деп пенде мені сәтсіздікке кез келген ештеме де керек емес себебі ештеме жоқ өзгерген Әбдіжаппар Алғожа, Мәжнүн деп педің, я қабылданды. Сіз әрғарай жалға мүмкіндігін алдыңыз. Қандай яшық әрғарай таңдайсыз? 7-ші яшық. 2? 7. 7-ші яшық таңдалды, тапсырмасы. Есте қалар ескі әндер. Тыңдаймыз, бұл қандай ән болуы мүмкін? Ресейлік әнші орындайды, ескі ән. Жауап. Екінші мәрте бола ма? Екінші мүмкіндік тыңдаймыз. Бұл қай әншінің репертуарына алынған? Ресейлік әнші. Жауап. Сонымен қандай жауапты ұсынасыз? Юрий Шатунов. Юрий Шатунов, қабылдайық па? Аха. Бұл дұрыс жауап емес. Қателестіңіз. Шатуновтың репертуарынан алынған жоқ. Кім деп ойлайсыз, қымбатты телекөрермендер? 7-ші яшықтың да тапсырмасын ортаға саламыз. Яғни бұл яшықты сіздерде таңдай аласыздар деген сөз. Сонымен 9-ші яшық бізде тағы да анықталған яшықтар қатарында бұл яшықта бар. Шығыстың төрінде күлімдеп көгімде күн сүйген дидарың, туған жер тұғырлы, қырыңнан гүліңді жинадым, алыстап кетсем де, сыр қалған көп сенде, сағындым қимадым. Бұл қай әннен алынған мәтін? Кезекті қоңырау бар, қайырлы күн. Сәлеметсіз. Есіміңіз? Ардақ. Ардақ, қай жақтан хабарласып тұрмыз? Қостанай облысы, Сачковка ауылы. Қандай яшық таңдайсыз? Қазір. 1-ші яшық таңдайын. 1-ші яшық таңдалды. Жүз бір жұмбақ. Сырғалы құлақ бір, үн түнсіз сұрап тұр. Бұл не? Сырғалы құлақ бір, үн түнсіз сұрап тұр. 101 жұмбақ. Сырғалы құлақ бір, үн түнсіз сұрап тұр. Білмейді екем. Мүлдем жауап жоқ. Жақсы, атсалысқаның үшін алғысымызды білдіреміз. Ардақ телекөрермендер, мінекей тағы да бір яшықтың тапсырмасы анықталды. Сырғалы құлақ бір, үн түнсіз сұрап тұр. Қалай ойлайсыз? Ойыңызды ортаға салыңыз, бәлкім бұл жұмбақтың, бұл сұрақтың жауабы сіздерге мәлім шығар. Тыңдайық. Дұрыс бұрыстығын бірге анықтайық. Тікелей эфир. Сіздердің баршаларыңызға бірдей мүмкіндікті ұсынамыз. Кез келген яшықты таңдай аласыздар. Егер де бірінші яшықтың сұрағы сіздерге қиындық тудырса, кезекті яшықтарды таңдауға болады. Яғни 20 яшық көрсетілген, осы 20-ның ішінен кез келген үшеуін таңдау мүмкіндігі бар. Кезекті қоңырау, қайырлы күн. Алло, сәлеметсіз ба? Сәлем бердік, есіміңіз? Ақмарал. Ақмарал, қай жақтан хабарласып тұрмыз? Қостанай қаласынан. Қандай яшық таңдайсыз? 11-ші жанаған. 11-ші яшық таңдалды. 11-ші яшықтың күзде дұрыс жауабы да табылған тұғын. Сондықтан бұл яшық таңдай алмайсыз. 11 емес. 9 онда. 9-ші яшық таңдалды. Қай әннің мәтіні? Сонымен ол бұлайша, шығыстың төрінде, күлімдеп көгімде күн сүйген дидарың, туған жер тұғырлы қырыңнан гүліңді жинадым. Алыстап кетсем де, сыр қалған көп сенде, сағындым, қимадым. Бұл қай ән? Кім орындайды?
Абдыжапар Алқожа деп ойлаймын. Әбдіжаппар Алғожа, қабылдайық па? Иә, қабылдап көріңіз. Ақмарал, соңғары нақ жауабыңыз осы ма? Не дедіңіз? Соңғары нақ жауабыңыз осы ма? Иә, осы. Қабылдадық, бұл дұрыс жауап емес. Қателестіңіз. Әбдіжаппар Алғожаның репертуарынан алынған жоқ бұл ән. Ардақты телекөрермендер, бізде бұл ұяшық қызу талқыға түсуде. Сіз қалай ойлайсыз? 9-шы ұяшықтың тапсырмасы қай әннің мәтіні? Бірнеше мәрте қара сөзбен оқып бердім. Әнге салғанда кім орындайтын еді? Тыңдайық, ойыңызды айтыңыз. 8-714-2-54-39-04 желісі. Барша қоңырауларды қабылдауға біздер дайынбыз. Сіз дайын болсаңыз жеткілікті. 20 ұяшықтың ішінен өзіңізге, көзіңізге жылы ұшыраған 3 ұяшықты таңдап алып бағындыруға тиіссіз. Ол үшін әрине сатылай өту арқылы кезекті кезеңдерге жолдама аласыз. Кезекті қоңырау бар, қайырлы күн. Есіміңіз? Иманқұлова Алмагүл, Қаршығалысы. Қош көрдік. Қай жақтан хабарласып тұрмыз? Жангелдин ауданы, Сушархан ауылы. Бәрекелді. Қандай ұяшық таңдайсыз? 4-ші. 4-ші ұяшық таңдалды. Бұл кім? Сонымен сурет экранға шықты. Бұл кім деп ойлайсыз? Бұл Оразалы. Оразақын ба? кім? Ақын бұл. Оразалы Досбосынов деп ойлайсыз. Аха. Иә. Ақын әйтеуір. Аха, Оразалы. Қабылдайық па? Қабылдайық, жақсы. Дұрыс жауап емес, қателестіңіз. Қымбатты телекөрермендер, 8-714-2-54-39-04 желісі. Экранға суретті тағда бір мәрте шығарамыз. Қараңыздар, бұл кім деп ойлайсыз? Қараңыз. Суретте қандай тұлға бейнеленген? Кім бейнеленген? Тамашалаңыз, және де өзіңіздің жауабыңызды ортаға салып көріңіз. Бәлкім дәл жауапты сіз ұсынып қаларсыз. Бұл кісінің туындыларын сіз бәлкім оқыған шығарсыз. Олай болса, асыға қоңырау шалып, өз нұсқаңызды айтсаңыз да болады. 8-714-2-54-39-04 желісі. Кез келген ұяшықты таңдау мүмкіндігі сіздерде бар. Қандай ұяшыққа тоқталасыз, сол ұяшықтың сұрағын біздер ұсынамыз. Әрине, ол үшін таңдау барысында назар аударатын жайт, қызыл жолақпен көрсетілген ұяшықтар ойлан тап байқауынан шеттетіледі. Ол бізде 11-ші, 18-ші ұяшықтар. Сондай-ақ 1-ші, 3-ші, 4-ші, 7-ші, 9-ші ұяшықтарда сұрақ белгісі тұр. Әрине, ол ұяшықтарды таңдау мүмкіндігі әлде болса бар. Кезекті қоңырау, қайырлы күн. Алло, сәлеметсіз бе? Есіміңіз? Қостанайдан Касира. Қандай ұяшық таңдайсыз? 4-ші ұяшықты айтып көрейін. 4-ші ұяшықты бұл кім? Иә. Оралхан Бөкей деп ойлаймын. Кім деп ойлайсыз? Оралхан Бөкей. Деп ойлайсыз? Иә. Қабылдайық па? Қабылдаңыз. Негізі мамандығыңыз қандай сіздің? Менің мамандығым есепші. Есепші, бірақ иә? кітаптарды оқимын көп. Көп оқисыз? Иә. Сол оққаның бүгін пайдасын, жемісін көріп отырсыз. Оралхан Бөкей! Иә, 1970 жылы Алматы қаласындағы жазушы баспасынан басылып шыққан Қамшыгер атты алғашқы жинағы жас жазушының атағын шығарды. Оралхан Бөкей есімі дүние жүзіне танымал. Оралхан Бөкейдің шығармалары дүние жүзінің көптеген тілдеріне орыс, ағылшын, француз, неміс, жапон, араб, қытай және басқа да ұлы халықтар тіліне аударылған екен. Мінекей қазақ тілінің құдіреті, қазақ жазушының құдіреті де мінекей осыда болса керек. Шығармасы арқылы елімізді әлемге паш етті. Кезекті ұяшықты таңдау құқығы сізде бар. Қандай ұяшық? Қазір. 10-шы ұяшық. 10-шы ұяшық таңдалды.
до ре ми. Сонымен экранға назар аударыңыз, осы туындысының өзінің туған жеріне арнаған испан композиторы кім болуы мүмкін? Сонымен осы туындысын туған жеріне арнаған испан композиторы кім деп ойлайсыз? Білмеймін. Жауап жоқ. Жақсы, атсалысқанның үшін алғысымызды білдіреміз. Ал біз ары қарай жалғаймыз. Қымбатты телекөрермендер, 8714-2 желісі. Жоғарыда тапсырмалары анықталып, дегенменде дұрыс жауабы ұсынылмаған ұяшықтардың жауабы сізге мәлім болса, бөлісіңіз. Бізге хабарласыңыз, тыңдайық. Дұрыс бұрыстығын тікелей эфирде бірге анықтайтын боламыз. Сондықтан да алғашқылардың бірі болып байланысқа шығуға тырысыңыздар. Бізде сәттілік лотереясы деп аталынатын ұяшық бар. Сәрсенбінің сәтті күні сол ұяшық сізге мүмкін сәтін салып, жеңіске сара жол салып берер. Ол үшін қоңырау шалыңыз және де өз ұяшығыңызды таңдаңыз. Қандай ұяшықта жасырылуы мүмкін? Сәттілік лотереясы, оны болашақта анықтайтын боламыз. Кез келген ұяшықты таңдай аласыздар. Қоңырау бар, қайырлы күн. Саламатсыз. Қош көрдік, есіміңіз? Ұлжан. Қай жақтан хабарласып тұрмыз? Жангелдин ауданы Торғай селосы. Бәрекелді. Сіз бүгін хабарластыңыз ғой? Ал? Бүгін хабарластыңыз ба сіз? Жоқ. Анықтасақ, сонымен ағарай жалғаймыз. Қандай ұяшық? Бірінші ұяшық. 101 жұмбақ. Ол бұлайша. Сырғалы құлақ бір үн-түнсіз сұрап тұр. Қазір. Жауап. Сұрақ белгісі. Сұрақ белгісі. Және де бұл дұрыс жауап. Сұрақ белгісі. Сырғалы құлақ бір үн-түнсіз сұрап тұр. Мінекей, қымбатты телекөрермендер, қазір мына жерде көрсетсек те болады. 10-шы ұяшықта болса, мінекей 7-ші барлығында да сұрақ белгісі тұр ғой, осыған байланысты алынған болатындығын. Сырғалы құлақ бір үн-түнсіз сұрап тұр. Әрі қарай жалғаймыз. Қандай ұяшық? 15-ші ұяшық. 15-ші ұяшық таңдалды. Сәттілік лотереясы, құттықтаймыз. Әрі қарай сізге енді сәтті жол болып осы финалға дейін жеттіңіз. Қандай ұяшықпен қорытындылаймыз? 12-ші ұяшық. 12-ші ұяшық. Халық әні жанымның нәрі. Тыңдаймыз, бұл қазақтың қандай халық әні болуы ықтимал? Қырмызыдай ей құлпырған, қайран жастық оу, қара жерге ей қар жаумай, солады екен оу. Жауап? Екінші мәрте бола ма? Тыңдаңыз, екінші мүмкіндік. Қырмызыдай ей құлпырған, қайран жастық оу, қара жерге ей қар жаумай, солады екен оу. Жауап қандай? Бағлан Әбдірайымовтан орын репертуарынан алынған. Бұл жерде әншінің есімін сұрап тұрған жоқпыз. Халық әні жанымның нәрі. Орындаушының әнімен мінекей сөзін тыңдап тұрмыз, сондықтан да әннің атауын айтуға тиіссіз. Әнге насихат бұл жерде, әннің Дүние жалған. қалай аталыпты? Қалай? Дүние жалған. Дүние жалған, қабылданды, бұл дұрыс жауап емес. Қателестіңіз. Рахмет, атсалысқаның үшін. Ары қарай жалғаймыз. 54-39-04 желісі, қымбатты телекөрермендер. Қалай ойлайсыздар, бұл қазақтың қандай халық әні болуы мүмкін? Халық әндерінің бір ғана орындаушысы болмайды.
өздеріңіз білетіндей, тыңдап жүргендеріңіздей, барша әншілер халық әндерін өзінің репертуарына алуға тырысады. Өйткені керемет туындылар, осы туындыларды көптеген әншілер өз репертуарына қосып, халыққа жолдайды. Ал жоғарыда тыңдағанымыз бұл қандай ән болуы мүмкін? Кезекті қоңырау бар, қайырлы күн. Есіміңіз? Бекзат, Қай жақтан хабарласып тұрмыз? Жангелдин ауданы Шиле ауылынан. Қандай яшық таңдайсыз? 6. 6-шы яшық. Мың бір мақал. Ұлтарақтай болса да, ата қонысы жер қымбат. Әрі қарай жалғаңыз. Сосын қымбатты телекөрермендер, өтініп сұрайтынымыз, ересек көрермендеріміз байланысқа шығады. Содан кейін кішкене бүлдіршіндерге телефон тұтқасын береді. Біздің де уақытымызды құрметтесеңіздер, өздеріңіздің де уақыттарыңызды құрметтесеңіздер. Өйткені ересек көрермендеріміз атсалысады деп басында шарты бойынша ескерткен болатынбыз, ондай жағдайда байланыс үзілетін болады. Сонымен жауап жоқ. Жақсы атсалысқаның үшін алғысымызды білдіреміз. Қымбатты телекөрермендер, жоғарыда осындай қарапайым шартты ұстануға тиіспіз. Өйткені өзге көрермендеріміздің уақытын алуға болмайды. Тікелей эфир айналдырған 1 сағаттың ішінде біз бірнеше жеңімпазды анықтағымыз ақ келеді. 20 ғана ұяшық. Осы ұяшықтардың біз дұрыс жауабын сіздерден күтеміз. Сондықтан да көрермендердің баршаларынан өтінеріміз осы. Сәл кішкене осы шартты ұстансақ. Кезекті қоңырау бар, қайырлы күн. Алло, сәлеметсіз. Есіміңіз? Есім Тоғанай. Қай жақтан хабарласып тұрмыз? Жангелдин ауданы Қызбел ауылынан. Ұяшық таңдаймыз. 6. 6-шы яшық. Мың бір мақал. Ұлтарақтай болса да, ата қонысы жер қымбат. Ат төбеліндей болса да, туып өскен ел қымбат. Ат төбеліндей болса да, туып өскен ел қымбат. Толғанай, әрі қарай жалғаймыз, қандай яшық таңдаңыз? 12. 12-ші яшық таңдалды. Халық әні жанымның нәрі. Тыңдаймыз, бұл қазақтың қандай халық әні болуы мүмкін? Қырмызыдай ей құлпырған, қайран жастық оу, қара жерге ей қар жаумай, солады екен оу. Жауап. Қалған Арманай деп ойлаймын. Арманай, қабылдайық па? Қабылданса Арманай өтеді дүние оу шалған. Экранға назар аударайық. Ойлап тұрсам бұл дүние шолақ екен оу, бір-біріне ей адамдар қонақ екен оу, арманы өтеді-ау дүнием оу, жалғанай. Ғаділбек Жанайдың орындауында халық әні Арманайды тыңдады. Құттықтаймыз. Әрі қарай жалғаймыз, қандай ұяшық? 19. 19-ші ұяшықпен қорытындылаймыз. Бұл ән. Тыңдаймыз, бұл қандай ән болуы мүмкін? Жауап. Жігер Ауытбаев Айзере. Соңғы ақ жауабыңыз осы ма? Иә. Қабылдадық, экранға назар аударайық. Айзере, 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 ай болсаң күн болып, кеңесу қай жерде,
Жігер Ауыпбаев Айзере әні Толғанай құттықтаймыз, жеңімпаз атандыңыз. Қазір біздің әріптестеріміз жүлдеңізді қалай қайдан алсаңыз болады, оны түсіндіретін болады. Әл-Фараби даңғылы 126 мекен-жайы бойынша келіп, сыйлығыңызды 3 күннің ішінде ала аласыз. Жеңісіңіз құтты болсын. Ал қазір жеңімпаздың құрметіне тамаша ән. Жаныңа салып сенің байқамаймын, сүйемін деп те сирек қайталаймын. Қасымда жүрген соң биіктігіңді де көп байқамаймын. Соқтырса да қатал күндер ызғарын, қабағыңды маған мүлде бұзбадың. Жүзікпен емес біз, жүректерімізбен біргеміз жаным. Ханшайым ау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайым ау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде, сен кеше көр. Басымды да өзің түрге сүйреген, ешбір адам мені сендей сүймеген. Тілегім сол ғана, өмірлік біздерді бөлмесін деген. Ханшайым ау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайым ау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде. Ханшайым ау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайым ау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде, сен кеше көр. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Сонымен қымбатты телекөрермендер, бүгін бір ғана жеңімпазды анықтап үлгердік. Толғанай Жангелдин ауданы Қызбел елді мекенінен. Әл-Фараби даңғылы 126 мекен-жайы бойынша келіп сыйлығыңызды 3 күннің ішінде аласыз. Жеңісіңіз құтты болсын. Бүгінгі мереке шығарылым да осымен тәмамдалды. Әр күні дүйсенбі мен жұманың аралығында 12 мен 1-дің арасында біз сіздермен біргеміз. Хабарласыңыздар, жеңімпаз атаныңыздар. Таланттайым, таланттылардың алаңы. Сіздермен болған мен Бауыржан Бөгенбай.